Сәлеметсіздер ме, шебер қыздар? Мен сіздерге бүгін тоқып үйрететін осындай домашний тапочканың бетіне қойылатын гүлдің түрін көрсетемін сіздерге. Мінекей осындай биік табанды домашний тапочка, соның бетінде осындай үлкен көлемді гүл. Осы гүлдің тоқылу жолын көрсетемін сіздерге бүгін. Ол үшін мен ортасына ақ жіпті және шетіне қызыл жіпті алдым. Және қайшы екінші размерлі крючок. Бірінші ортасын ақ жіппен бастаймыз. Бір қабаттап алынған иран жіп. Осылай шеңбер жасаймыз сұқ саусаққа. Мінекей. Одан кейін 2 воздушный петля аламыз. 2 воздушный петля аламыз. Мінекей осылай. Осы шеңбердің ішінен 14 столбик полустолбик аламыз. 14 полустолбик, яғни біз накид аламыз, өткіземіз, және осы біздің крючокты 3 жіпті бірден аламыз. Мінекей. Біреу болды, бір полустолбигіміз. Келесі екінші полустолбик, үшінші, одан кейін 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 полустолбик. Енді мына қысқа жібімізді осылай тартып шеңберімізді жинаймыз. Мінекей. Осындайша біз келесі қызыл жіпке өту үшін мына жіпті, ақ жіпті осы жерден қиып, біз бірінші қатарды мен бітірген жоқпын, осы қызыл жіппен бітіріп кетеміз. Яғни мынау басында бастаған 2 воздушный петляның екіншісінің жоғар жағынан алып, мына қызыл жіпті іліп өткізіп, осыған өткізіп жібереміз. Енді екінші қатарымыз воздушный петля аламыз. Және де біз мына әр көзден столбик без накида тоқып шығамыз. 15 столбик без накида тоқылып шығу керек. Тура осы шыққан жерінен. Мінекей біреу. Әр көзден алып шығамыз. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, соңғы 15-шіміз. Енді мына бастаған біздің бірінші столбик без накиданың бас жағына осылай біріктіреміз. Мінекей біздің екінші қатарымыз осылай бітті. Енді үшінші қатарымыз бастау үшін біз 5 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей 5 воздушный петля алдық. Енді біз тура осы 5 воздушный петля шыққан мына көзден столбик с 2 накидом тоқимыз. Яғни 1, 2 орап аламыз. Тура сол шыққан көзге. Мінекей 1. Біздің немізде крючокта 4 жіп болды. 2. Крючокта 3 жіп қалды. Енді 3. Крючокта 2 жіп қалды. Соңғы 4. Мінекей осындай ортасы ашық болады. Енді осыдан 3 воздушный петля аламыз. 2, 3.
Енді біз осы мына көздің осы шеңбердің ішінен 8 столбик с одним накидом тоқимыз. Яғни бір накидпен бір рет қана орап аламыз. Және осы мынау үлкен шеңбердің ішінен аламыз. 1, 2, 3, мінекей. Біреу. Тура осылай 8 рет жасаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл біздің мына гүліміздің мына шетіндегі лепестоктары. Мінекей, осы 8. Енді біз осыны мынау біздің алған жеріміздің келесі көзге столбик без накида тоқып бітіреміз. Мінекей, столбик без накида. Енді келесі біз екінші осындай лепесток тоқу үшін енді біз 4 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4. Мінекей, осындай 4 воздушный петля. Енді столбик с двумя накидом 1, 2 рет ораймыз. Тура осы біз мына столбик без накида тоқыған көзден столбик с двумя накидом тоқимыз. Мінекей, осындай тағы шеңбер шығарып аламыз. Және осыдан 3 воздушный петля аламыз. 3 воздушный петля алып, енді осы көзден тағы да 8 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбик с одним накидом тоқимыз. Енді келесі мына көзге столбик без накида тоқып бітіреміз. Бізде екі осындай лепесток болды. Біз осылай 15 рет қайталаймыз. Сіздерге тағы бір рет көрсетейін. Мінекей, енді тағы да 4 воздушный петля аламыз. Одан кейін столбик с двумя накидом. Тура осы біздің столбик без накида тоқылған мына көзге, мінекей, мына көзден аламыз осылай. Мінекей. Енді 3 воздушный петля аламыз. Және осы мына шеңбердің ішінен 8 столбик с одним накидом тоқимыз. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 тоқыдық. Енді келесі мына көзге столбик без накидамен бітіреміз. Осылай 15 рет қайталаймыз. Мінекей, осындай 15 рет қайталап, осы 15 лепестогын тоқып алдым. Мінекей, соңғы 15-шісін тоқыдым. Енді осыны қалай аяқтау керек екенін сіздерге көрсетемін. Мінекей, бізде мына жерде ешқандай көз қалмады ілетін. Енді біз оны басында бастаған 5 воздушный петлямызды осылай біріншісінен өткіземіз. Анық көрініп тұр. Мінекей, осының біріншісінен өткіземіз да бірден осылай соединительный петля біреу, келесінен өткіземіз. Екеу, екі соединительный. Мінекей, біз жоғары қарай көтеріліп келе жатырмыз. Үшеу,
мінекей 4-еу, және міне мына жерден 5-шісі. Міне осылай бізде бітіп тұр. Біз мына жоғарыға көтерілдік. Себебі мына бізде гүлдеріміз осылай шашылып тұр. Енді біз мынандай болып қиғашынан жиналып тұру үшін соңғы біз 4-ші қатарымызды тоқимыз. 4-ші қатарымыз өте оңай, тек воздушный петлялардан тұрады. Мінекей 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Және де оны мына лепестокты қайырып, мына келесі лепестоктың мына 3 воздушный петлямыз бар ғой, сол жерге мына ортасына кіргізіп, соединительные петля, яғни осылай біріктіреміз. Енді мынаны былай шығарамыз. Енді келесі тағы да тура солай 3 воздушный петля аламыз. Және мынаны осылай қайырып тұрып, келесі лепестоктың мына 3 воздушный петлясына біріктіреміз, соединительный петля. Мінекей, уже біздің мына гүліміздің лепестоктары жиналды. Енді келесі тағы да осылай 1, 2, 3 воздушный петля. Мына соңғы лепестокты қайырып тұрып, келесіне бітіреміз осы воздушный петляларына. Тағы да 3 воздушный петля аламыз. Дәл осылай біз соңына дейін қайталаймыз. Келесі лепестокқа соединительный петля. Тағы да 3 воздушный петля қайырып, келесі гүлдің воздушный петлясының ортасына соединительный петля. 1, 2, 3 қайырып, келесіне соединительный петля аламыз. Мінекей. Мынаны қайырып тұрып, 3 воздушный петля аламыз. Артқы жағынан лепестоктың 3 воздушный. Келесі лепестокқа осылай соединительный петля. Мінекей. Қиғашталып, біркелкі болып жиналып келе жатыр. Тағы да 3 воздушный петля. Мына лепестокты қайырып, келесіге осылай соединительный петля. 3 воздушный петля. Келесіге 3 соединительный петля. Келесі тағы да 3 воздушный петля. Одан кейін келесіге соединительный петля. Дәл осылай біз айналдыра тоқып шығамыз біздің 4-ші қатарымызды. Бұл біздің гүліміздің лепестоктарын жинап біріктіріп келе жатыр. 1, 2, 3. Мінекей осылай тағы да 3 воздушный петля. Келесіге қайырып тұрып, осылай соединительный петля. 3 воздушный петля. Және осыны қайырып, соңғы мынау соединительный петля. Осылай қойғанда мінекей. Осындай әдемі сүйкімді гүл шығады. Және де мен мынау аяқтаған жерімді осылай тағы да бір воздушный петля алып, және мен осы жібін ұзынырақ қылып аяқтаймын. Себебі мен оны осы өзінің жібімен мінекей осылай домашний тапочкаға ішінен білінбес үшін өз жібінен осылай тігіп шығамын. Сонда бұл өте әдемі көрінеді. Бұл гүл осы биік табанды домашний тапочкаларға өте әдемі үйлесімді, жарасымды болып келеді екен. Сіздер де тоқып көріңіздер. Менің сіздерге мастер-классым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.